Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, сіздермен бірге мен Микос. Бүгінгі видеода сендерге Free Fire'ды бастағалы бері қандай телефондармен ойнап жүргенімді, және де олардың моделі қандай, және де олар туралы қазіргі мағлұмат беріп кететін боламын. Ендеше біз видеомызды бастаймыз. Кеттік. Ең бірінші телефон ол Xiaomi компаниясынан Redmi маркасынан 4A деген телефон болды. Оны мен не істемедім. Оны мен видео түсірдім, оны мен монтаждадым, оны мен видео обработка жасадым, оны мен даусымды жаздым, оны мен ойын ойнадым, оны мен PUBG ойнадым, барлығын ойнадым. Короче, ол туралы аз кем мағлұмат айтсам, оның памяті 16 гигабайт, ал оперативный памяті ойындарға арналған памяті ол 2 гигабайт болатын. Сонда да мен ол телефонда неше рет ойнадым. Достар, оның камерасы болса біреу-ақ еді. Оның камерасы 13 мегапиксель, ал алдыңғы камерасы 5 мегапиксель болатын. Бұл менің бірінші телефоным. Free Fire'ды бастаған кездегі бірінші телефоным болды. Ендеше екінші телефонымызға кеттік. Екінші телефон Huawei компаниясынан алынған Honor маркасы 20 деген телефон. Huawei Honor 20. Естіген шығарсыздар. Бұл телефон өте қымбат тұрады. 200 мың теңге тұрады. Бұл мен үшін өте қымбат. Бірақ памяті 128 гигабайт. Оперативді памяті ойындарға арналған 6 гигабайт памяті бар. Бұл ойындар жақсы көтереді. Бірақ өкінішке орай, бұны мен тек 6 ой ойнаған болатымын. Себебі, кешіңіздер. Бұны мен 2,5 ай ойнаған болатымын. Себебі маған Free Fire бан беріп тастады. Сондықтан бұл телефонмен қазір Free Fire түсірмеймін. Тек қана бұл телефонмен монтаж жасаймын, видео түсірем. Бұл телефонмен голосымды жазам, достар. Енді үшінші телефонымызға кеттік. Кешіріңіздер, бұл телефон жайлы кішкене мағлұмат айтып кетпеген болатымын. Бұл камерада 4 камера бар артында. Бұл камераның ең маңызды камерасы 48 мегапиксель болған. 48 мегапиксель жақсы телефон. Барлығы жақсы. 200 мың теңгеге тұратын телефон. Бюджетный емес болса да игровой ақшаға тұрады. Ал ендеше үшінші телефонымызға нақты кеттік. Үшінші телефоным Oppo. Oppo'ны білесіздер. Oppo камерафон. Oppo A5 маркалы телефон 2020 жылы шыққан. Бірақ өкінішке орай бір телефонмен Free Fire'ды мен бір апта ойнадым. Себебі менің телефоным емес. Екіншіден, бұл телефон ойындарға арналмаған. Үшіншіден, Free Fire өте қатып жүрді. Енді оның ұсталу, қолға ұсталуы қиын болды. Саусағымды ауыртып жіберетін болды. Сол себепті мен Free Fire'ды толықтан тастадым. Ал Oppo'ға көшсек, Oppo 4 камералы. Основной камерасы 32 гигабайт. 32 мегапиксель. Кешіңіздер. Ал бұның фронталкасы білмейді екенмін. Сол себепті айтпай отырмын. Бұл телефон 64 гигабайт памяті бар. Ойындарға арналған памяті ол 3 гигабайт, яғни оперативный памяті 3 гигабайт. Сол себепті мен бұл телефонмен көп ойнаған жоқпын. Енді осы 3 телефоным ақ болды. Енді барлық телефоныма енді кішкене аз кем мағлұмат беріп кеттім деп ойлаймын. Енді көп мағлұмат алғың келсе, ютубтан қара, атын жаз, солай короче. Сендермен болған мен Микос. Давайте, бітті.